Егер қорқынышты әңгімелерді ұнататын болсаңыз, осы жерде бірнеше секундтық көмек көрсетіңізші. Лайк басып қолдаңыз. Пікір жазып, қандай әңгіме оқығыңыз келетінін айтыңыз. Каналға тіркеліңіз және қоңыраушаны басыңыз. Сіздің лайк пен пікіріңіз келесі қорқынышты әңгімені жазуға үлкен мотивация береді. Енді әңгіме басталады. Таңертең анама барлығын айттым. Гүлнәрдің көзі үрейге толды. Біз кетуіміз керек, Айгерім бүгін түнде. Зейнеп апай көмектесек дейді. Күндіз Қайрат жұмысқа кеткенде біз заттарымызды жинадық. Зейнеп апай артқы есікті ашық қалдырды. Такси шақырдық. Жүрегіміз дүрсілдеп есікке қарай беттедік. Бірақ қоршауға жеткенде үлкен қара машина жолды бөгеп тұрды. Қайрат машинасынан түсті. Күлімсіреп тұр. Қайда бара жатырсыңдар? Отбасыңды тастап кетпейсіңдер ғой. Гүлнәр дірілдеді. Мен оның алдына тұрдым. Біз кетеміз. Сізді полицияға айтамыз. Қайрат күлді. Дауысы бұл жолы мүлде басқаша естілді, суық, терең. Ешқайда кетпейсіңдер. Бұл үйден ешкім кеткен емес. Сәуле де кетпек болған. Ол бізді үйге қайта айдады. Есіктерді құлыптады. Телефон байланысын өшірді. Қайрат мені бөлмеме қамап кеткен соң құпия бөлмеге қайта кірдім. Ескі құжаттарды ақтардым. Қайраттың әкесі, атасы, барлығы осы үйде әйелдер мен қыздарды ұстаған. Отбасылық дәстүр. Бір құжатта қызымды тәрбиелеу үшін онымен жақын болу керек деп жазылған. Тағы бірінде 3 қыздың жоғалуы туралы хаттама, бәрі қашып кетті деп жабылған. Зейнеп апай есіктің сыртынан сыбырлады. Бұл үйдің қабырғалары қанға боялған. Қайраттың әкесі әйелін құдыққа тастаған. Қайрат та солай істеді. Күнделіктің соңғы беттерін оқыдым. Қолым дірілдеді. 14 жасқа толдым. Әкем түнде келіп, сен меніксің дейді. Мен қарсылық білдірдім. Ол ашуланды. Бүгін айтты, ішіндегі нәрсе менің балам. Мен жүктімін. Мен оны тумаймын. Құдыққа секіремін. Әке, кешір, бірақ мен сені жек көремін. Соңғы бетте қандағы бар. Қызыл қоңыр. Төменде қосымша жазу, басқа қолмен жазылған. Ол секірмеді. Мен көмектесуге мәжбүр болдым. Қайрат бөлмеме кірді. Есікті құлыптады. Бетіндегі күлкі мүлде жоқ болды. Сен бәрін білдің ғой, Айгерім немесе Сәуле. Мен шегініп қабырғаға тірелдім. Мен сенің қызың емеспін. Енді боласың. Сәуле өлді. Сен оның орнын басасың. Үйге, маған тиесілісің. Анаң да енді ештеңе істей алмайды. Ол дәрмен ұйықтап жатыр. Ол маған жақындады. Қолында кішкентай қуыршақ. Бұл Сәуленің соңғы ойыншығы. Сен де онымен ойнайсың мәңгі. Сол сәтте төменгі қабаттан Гүлнәрдің әлсіз айқайы естілді. Қайрат бір сәт бұрылып қалды. Мен сол мүмкіндікті пайдаланып есікке қарай ұмтылдым. Бірақ ол менің қолымнан ұстап алды. Саусақтары темірдей қатты. Енді қашып құтылмайсың, қызым. Қайрат менің қолымнан қатты ұстап тұрғанда, төменгі қабаттан Гүлнәрдің әлсіз айқайы тағы естілді. Ол бір сәт менің қолымды босатып есікке қарай бұрылды. Мен сол мүмкіндікті пайдаланып құпия бөлмеге қарай жүгіріп кірдім де есікті ішінен жаптым. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмады. Қайрат есікті қатты соқты. Айгерім, шық. Анаңның жағдайы нашар. Мен жүрегім дүрсілдеп есіктің артынан тыңдадым. Төменде күрес дыбыстары, Гүлнәрдің жылағаны және Қайраттың ашулы дауысы естілді. Бірнеше минуттан кейін бәрі тынышталды. Мен баяу шығып төмен түстім. Асханада Гүлнәр еденде жатыр. Беті көгерген, ерні қанап тұр. Қайрат оның үстінен еңкейіп дәріні күштеп ішкізіп жатыр. Тоқта, деп айқайладым. Қайрат баяу маған қарады. Көздері суық, мүлде адамдық жоқ. Анам өзі кінәлі. Сендер қашпақ болдыңдар. Енді ол ұйықтайды. Ұзақ ұйықтайды. Сен тыныш болсаң, ол тірі қалады. Гүлнәр әрең көзін ашты. Көзінен жас ағып тұр. Қызым, кешіргет. Қайрат оның аузын жауып, тағы дәрі құйды. Мен сол сәтте Зейнеп апайдың көзін көрдім. Ол асхана бұрышында қатып тұр.
беті өлімдей бос. Ол көмектесе алмайтын еді, түнде бөлмемде жалғыз қалдым. Есік сырттан құлыптаулы. Терезеден төмен қарасам, биіктік қорқынышты. Бірақ басқа жол жоқ. Телефонымды жасырын сақтап қалған едім. Батареясы әрең қалыпты. Ақботаға хабар жаздым. Көмек керек. Қайрат бізді ұстап отыр. Полицияға айт. Мекен-жайды білесің. Жауап келді, қазір барамын. Қашып шық. Зейнеп апай түн ортасында есіктің астынан кішкентай қағаз соғып жіберді. Терезеден арқан тастаймын. Сағат 3:00-де. Құдай сақтасын. Мен заттарымды жинадым. Сәуленің күнделігін қалтамға салдым дәлел ретінде. Сағат 3-ке жақындағанда терезені аштым. Төменде Зейнеп апай тұр, қолында арқан. Бірақ арқан түсіп жатқанда жоғары қабаттан Қайраттың дауысы естілді. Зейнеп, сен не істеп жүрсің? Зейнеп апайдың үрейлі айқайы шықты да үнсіздік орнады. Мен терезеден секіріп түстім. Аяғым ауырды, бірақ қаштым. Бақша арқылы қоршауға қарай жүгірдім. Артымнан ауыр аяқ дыбыстары естілді. Айгерім. Тоқта. Сәуле. Қайраттың дауысы түнді жарып өтті. Мен қараңғы бақшаға кіріп ағаштардың арасына тығылдым. Тынысымды ұстап жаттым. Оның фонары ағаштарды шолып өтті. Мен сені тауып аламын. Бұл үйден ешкім құтылған емес. Мен құдыққа қарай жылжыдым. Сол жерде жасырынып полиция келгенше күтпек болдым. Бірақ Қайрат жақындап келді. Мен жүгіріп құдықтың арғы жағына өттім. Сол кезде аяғым тайып құдықтың шетіне құладым. Қолым мен шетінен ұстап қалдым. Төменде суық, қараңғылық. Қайрат жоғарыдан еңкейіп қолымды ұстады. Кел, қызым. Қайрат мені тартып шығармақ болды. Мен қарсылық білдіріп, бір қолыммен оның қолын тырнадым. Ол ашуланып мені төмен қарай итерді. Онда өзің түс. Мен құдыққа құладым. Суық суға батып тұншыға бастадым. Терең, лай, шірік иіс. Қолым бірдеңеге тиіп кетті, сүйек пе? Сол сәтте судың ішінде әлсіз дауыс естілді. Қорықпа. Мен сені күтіп тұрмын. Сәуле, немесе оның рухы. Мен судың ішінде күресіп, бір қолыммен құдықтың қабырғасына жармасылдым. Жоғарыда Қайраттың айқайы естілді. Мен әрең тыныс алып, судың бетіне шықтым. Құдықтың ішкі қабырғасында шағын ойық бар екен. Сол жерге тығылдым. Төменде бірдеңе қозғалып жатқанын сездім. Сәуленің сүйегі ме, әлде қиялым ба? Қайрат құдықтың аузына арқан тастап төмен түсті. Фонарының жарығы мені тапты. Сен шынымен Сәуле сияқтысың. Қыңырсың. Ол маған жақындады. Қолында пышақ жылтырап тұр. Мен құдықтың ішкі қабырғасына сүйеніп тынысымды ұстадым. Сол сәтте жоғарыдан дауысы естілді. Қайрат. Тоқта. Гүлнәр. Әлсіз, бірақ аман. Ол Зейнеп апаймен бірге құдықтың жанына келген. Анамның қолында үлкен тас бар еді. Ол Қайраттың басына соқты. Қайрат құдықтың ішіне құлады. Пышағы судың түбіне түсті. Мен оның қолынан қашып жоғары қарай өрмеледім. Гүлнәр мен Зейнеп апай мені тартып шығарды. Қайрат төменде айқайлап жатты. Мен сені тастамаймын. Сәуле. Полицияның сиренасы жақындап келді. Ақбота көмек әкелген еді. Құдықтың ішінен Қайраттың ашулы айқайы шығып жатты. Мен Гүлнәр мен Зейнеп апайдың көмегімен әрең шықтым. Денем суық суға малынған, аяғымнан қан ағып тұрды. Жүгіріңдер, деп айқайладым. Бірақ Қайрат құдықтан тез шықты. Арқасындағы арқанға жармасып ашуланған аң сияқты өрмелеп келеді. Көздері қанға толы, бетіндегі тыртық қанмен былғанған. Мен сендерді ешқайда жібермеймін. Ол пышағын көтеріп бізге қарай ұмтылды. Зейнеп апай алдыма тұрып қалды. Қайрат оны бір соққымен жерге құлатты. Гүлнәр айқайлап оның қолынан ұстады. Мен асханадан үлкен пышақ алып шықтым. Күрес басталды. Қайрат күшті еді. Ол Гүлнәрді итеріп жіберді де маған қарай беттеді. Сәуле, сен меніксің. Сол сәтте мен бар күшімді жинап оның қолына пышақ сұқтым. Қайрат айқайлады. Қан ағып еденді қызылға бояды.
Ол менің шашымнан ұстап, қабырғаға соқты. Басым айналды. Бірақ Гүлнәр тұрып кетті. Қолында шамның майы бар еді. Ол Қайратқа май құйып, отты лақтырды. Жаның тозақта жансын. Қайраттың киімі бірден өртенді. Ол ақырып үйдің ішінде жүгіріп, перделерді, кілемдерді өртеп жіберді. Үй іші өртке оранды. Қара түтін көтерілді. Мен анамды сүйреп, есікке қарай жүгірдім. Зейнеп апай әрең тұрып артымыздан ерді. Қайрат артымыздан келе жатты. Жалын оны орап алған, бірақ ол әлі де тоқтамады. Мен өлсем де сендерді өзімен бірге аламын. Сыртқа шыққанымызда полицияның көліктері аулаға кіріп келе жатты. Ақбота мен оның әкесі, полиция қызметкері, алдарында еді. Жатыңыз. Қолдарыңызды көтеріңіз. Деп айқайлады полиция. Қайрат үйдің есігінен шықты. Денесі өртеніп қанға боялған. Ол бірнеше қадам басып құдықтың жанына барды. Сосын күліп артына қарады. Сәуле, мен сені мәңгі сүйемін. Ол құдыққа қарай секірді. Бірнеше секундтан кейін ауыр соққы дыбысы естілді. Сосын толық үнсіздік. Полиция өртті сөндіруге кірісті. Мен анамды құшақтап жерге отырдым. Гүлнәр әлсіз дауыспен: "Бітті қызым, бітті." Таңертең құдықтан Сәуленің қалдықтары табылды. Бірге Қайраттың денесі де. Сараптама нәтижесі сұмдық еді. Сәуле жүкті болған, әкесі Қайраттың өзі. Ол қызын құдыққа тірілей тастаған. Үйдің жертөлесінен тағы 3 әйелдің және 1 баланың сүйектері шықты. Қайраттың отбасылық дәстүрі бірнеше ұрпаққа созылған. Зейнеп апай ауруханада көз жұмды. Соңғы сөзі: "Енді тыныштық таптым 1 жылдан кейін. Мен және Гүлнәр жаңа қалада, шағын пәтерде тұрамыз. Анамыз әлі де дәрі ішіп жүр, бірақ күлімсірей бастады. Мен университетке түстім. Психологқа барамын. Түнде әлі де тықыр естимін. Кейде түсімде Сәуле келеді. Бірақ енді ол күлімсейді. Рахмет, сен мені құтқардың" дейді. Қайраттың үйі өртеніп қирады. Жерді сатып ақшасын қайырымдылыққа бердік. Бірақ кейде адамдар сол жерден қыздың даусын еститіндерін айтады. Мен терезеге қарап, жұлдыздарға қараймын. Мен жеңдім деймін ішімнен. Бірақ ол үйдің көлеңкесі әлі жүрегімде. Bir күні Ақбота келді. Қолында гүл. "Қорқасың ба әлі?" деп сұрады. "Қорқамын, бірақ қорқу тірі екенімнің белгісі." Біз күліп шай іштік. Өмір жалғасуда. Бірақ енді мен күштімін. 1,5 жыл өтті. Жаңа қалада жаңа өмір басталғандай болды. Мен университетте оқимын, психология факультетінде. Әр дәрісте травма, ПЦР, қайтадан құрбан болу синдромы деген сөздерді естігенде ішімнен күліп қоямын. Өйткені кітаптарда жазылғандардың бәрі мен үшін тым жұмсақ еді. Түнде әлі де оянып кетемін. Тық-тық-тық. Енді ол дыбыс еденнен емес, басымның ішінен шығады. Кейде терезенің сыртында Қайраттың күлімдеген беті көрінгендей болады. Көзімді жұмып қайта ашсам ештеңе жоқ. Bir күні кешке үйге келсем, Гүлнәр асханада отыр. Алдында ескі қорап. Ішінде Сәуленің күнделігімен бір көзі жоқ қуыршақтың басы. "Мұны неге сақтадың?" деп сұрадым үрейленіп. "Құтыла алмадым" деді анам әлсіз дауыспен. Кейде оның даусын естимін. "Ана, мені құтқар" дейді. Бірақ мен оның анасы емеспін ғой. Сол түні мен алғаш рет түсімде Сәулемен сөйлестім. Ол құдықтың түбінде тұрған жоқ. Қараңғы бөлмеде, менің бөлмемде отыр. "Ол өлген жоқ" деді Сәуле. "Қалай?" "Оның бір бөлігі әлі үйде. Қабырғаларда. Қанында, сенде де." Оянғанымда мойнымда 5 саусақ ізі пайда болған. Қан жоқ, бірақ із анық. Таңертең оны Гүлнәрге көрсеттім. Ол үндемеді. Тек көздеріне жас толды. Мен интернеттен іздедім. Қайраттың үйінің орнында жаңа құрылыс басталыпты. Бірақ жұмысшылар түнде жұмыс істей алмайтындарын айтып жобаны тоқтатқан. 27 бөлім, соңғы шақыру. Қыс ортасы. Қар қалың жауды. Мен түнде ояндым. Телефоныма белгісіз нөмірден хабарлама келді.
Қайта мен сені күтіп тұрмын. Сәуле. Қолым қалтырап телефонды лақтырып жібердім. Бірақ бір сағаттан кейін тағы бір хабарлама. Егер келмесең, анаң келесі болады. Мен Гүлнәрдің бөлмесіне жүгірдім. Ол тыныш ұйықтап жатыр. Бірақ мойнында дәл менің мойнымдағыдай саусақ іздері бар еді. Сол күні таңертең пойызға отырдым. Ескі үйдің орнына бардым. Қазір ол жерде тек қара күл мен құлаған қабырғалар қалған. Құдық әлі де сол жерде тұр. Аузы ашық, төңірегіне темір қоршау қойылған. Құдықтың жанына бардым. Жел соқпады, бірақ ағаштардың бұтақтары қатты қимылдап тұр. Мен келдім дедім дауыстап. Не қалайсың? Тереңнен өте таныс дауыс шықты. Бірақ бұл жолы Қайраттың даусымен аралас. Біз енді біргеміз. Мәңгі. Сен де біздің отбасының бір бөлігісің. Мен қалтамнан бензин құйылған бөтелкені алып, құдыққа лақтырдым. Сосын от жақтым. Жалын төмен қарай лап ете түсті. Құдықтан қорқынышты айқай шықты, екі дауыс, Қайрат пен Сәуленің дауысы бір-біріне шатасып. Мен артқа шегіндім. От өшіп құдықтан қара түтін көтерілді. Сол сәттен бастап тықырда, түнгі қонақта, телефондағы хабарламалар да тоқтады. Бірақ кейде, айнаға қарағанда, көзімнің артында Сәуленің күлімдеген беті бір сәт көрінеді. Сосын жоғалады. Мен енді білдім, кейбір күліңкелерді өртпен де толық өшіру мүмкін емес. Олар сенің ішіңде қалады. Егер әңгіме ұнаса, қорқынышты, мистикалық және психологиялық триллерлерді жақсы көретін болсаңыз, каналға тіркеліңіз. Жаңа әңгімелер, толық романдар және түнгі оқуға арналған қорқынышты оқиғалар үнемі шығып тұрады. Каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, келесі әңгіме сізді түнде жалғыз қалдырмайды. Қандай әңгіме жазуымды қаласаңыз, түсініктемеге жазыңыз. Сіздің сұрауыңыз бойынша жазамын. Рахмет оқығаныңыз үшін. Келесі кездескенше түнде сақ болыңыз.